14 жасар Қазыбек жоңғардың қоңтайшысының алдына барады. Сол жерде қазақтың біраз азаматтарын тұтқынға алады, малын олжаға алады. Сонда бір топ адаммен бірге 14 жасар Қазыбек жоңғардың қоңтайшысының алдына барып, мынандай сөз айтады. Енді салыстырып қарайық, бүгінгі 14 жасар бала осы сөздің мән мағынасын түсіне ме? Жоқ. Бұрынғы 14 жастағы баланың ойлау деңгейі жоғары ма? Біз қазақ қырда мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Жеріміздің шетін жау баспасын деп, төрімізден құт береке қашпасын деп, көк найзаның ішіне көтеріп таққан елміз. Басымыздан сөз асырмаған елміз. Дұшпанға еш бас ұрмаған елміз. Дәм-тұзды ақтай білген елміз, достықты сақтай білген елміз. Асқақтаған қан болса, сөз ұқпайтын паң болса, қан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл болам деп тумайды. Анадан қыз туса, күң болам деп тумайды. Ұл мен қызды текке, кекке қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақта, біз қазақ қарпысқалы келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең шабысқалы келгенбіз. Сен Қабыланда, біз арыстан алысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар жарысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желімбіз шабысқалы келгенбіз. Берсең дұрыстап бітіміңді айт, бермесең дірілдемей тұрсатын жеріңді айт дейді. 14 жасар баланың отты жанарымен айтылған өр рухқа толы осы сөзге мысы басылған жоңғардың қоңтайшысы босағада тұрған 14 жасар Қазыбекке қарап айтады: "Ай бала, осыншама сөзді айтқанда сенің орның төр екен ғой" дейді, "төрге шық" дейді. Бағанағы жүні жығылып қалған, мысы басылып қалған, сонда 14 жасар бала Қазыбектің айтқанын қараңызшы. Біздің қазақ дейді, жасына қарай отырып, жағына қарай сөйлейді. Менің ағаларым төрде отырса дейді, менің төбеде отырғаным емес пе дейді.